Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай ерекше дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Алдымен қиярымызды жуып алдық. Енді керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Екіге бөліп, дәл видеодағындай турайтын боламыз. Қиярымыз дайын болды. Енді шұңқыр ыдысымызға саламыз. Осындай Корея салатын өткізетін өткізгіштен сәбізімізді өткізіп аламыз. Сәбізіміз дайын болды. Қиярдың үстіне салып, енді келесі тәтті бұрыштарымызды жуып, алдын ала жуып, ашып, дәндерін алып тазалап алдым. Енді осыны дәл видеодағындай жіңішкелетіп турап аламыз. Тәтті бұрыштарымыз да дайын болды. Енді салатымыздың үстіне салып, келесіде қызғанақтарымызды турайтын боламыз. Қызғанақтардың ортасынан бөліп, ішіндегі суын бөлек алып тазалап тастайтын боламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны все деп таңдасаңыздар, сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Видео ұнаған болса, лайктарыңыздан басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ішін бәрін тазалап болдық. Енді дәл видеодағындай осылай барлық қызғанағымызды жіңішкелеп турап аламыз. Мен описанияға қаншалықты керектігін, құрамын бәрін жазып кететін боламын. Сол жерден қарап аласыздар. Қызғанағымыз да дайын болды. Ыдысымызға салып, енді көксөктен мен укроп пен петрушканы алдым. Осы екеуін турап, майдалап турап қосатын боламыз. Дайын болды. Ыдысымыздың үстіне салып, енді көк жуадан тураймыз. Көк жуадан осылай ұзын шағылып турайтын боламыз. Көк жуамыз да дайын болды. Енді көксөктің үстіне саламыз көк жуамызды. Мен бір дана сарымсақ қосамын. Сіздер тағы да 2-3 қоссаңыздар болады. Екшеуін бізге осы бір сарымсақ жетеді. Майдалап, турап алып, енді салаттың үстіне саламыз. Дәміне қарай бұрыш салдым, паприка және ашты бұрыш және тұз салдым. Енді үстіне қатты қыздырылған майымызды құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз барлығын.
және бір ас қасық соустан құямын. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Осы салатты жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Салатымыз дайын болып қалды. Дайын болды. Енді тарелкемізге салып, қонақтардың алдына осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салаттың бірі. Жасап көріңіздер, майонезсіз әрі дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.